Сәлем қыздар. Бүгінгі видеода біз крючок ұстап көрмеген, мүлдем тоқу білмейтін, бірақ үйренгім келеді дейтін қыздарға осылай гүл тоқып үйренеміз. Қараңыздар, мынандай гүлдер. 6 жапырағы, 6 лепестогы бар, және астында сондай сабағы болады. Бұл гүлдерді көп қылып тоқып, бірнешеуін тоқып, кітаптардың арасына осылай салып қоюға болады, шатасып кетпеу үшін. Мысалға, менде қазір мынандай кітап бар, арасына. Сабағын ұзын қыламыз. Осындай қысқа болады деп ойламаңыздар. Сабағын ұзын қылып тоқуды көрсетемін. Сосын былай салып, бүйтіп сабағын салбыратып қойып қоясыздар. Болды. Сол кезде әдемі болады. Солай болса кеттік, бастаймыз. Менімен бірге бірде-бір қайталап отырсаңыздар, ешқандай қиын болмайды. Крючок менде 2,75, үшінші размер, 2,5 деген размерлер бола береді. Және менің жібім Alize джинс. Бұл таза хлопок жіп. Хлопок жіп өте ыңғайлы, мақтадан жасалған. Сондықтан бастаймыз. Сізде хлопок болмаса, кез келген жіппен бастай беріңіз. Самое главное, қолыңызда үйретсеңіз, ары қарай кез келген жіптен тоқып қайталауға болады. Олай болса кеттік. Бірінші былай жіпті ұстаймыз. Мына саусақпен былай жіпті ұстаймыз да, мына екі саусақпен былай ұстаймыз. Крючокты алдыңғы видеода да көрсеткен қалай бастауды. Крючокты мына ілмегін төмен қаратамыз да, бүйтіп айналдырамыз. Сосын мынау тұрған тесіктен былай өткіземіз. Өте мықтап осылай бекітіп қоямыз. Енді бұл ешқандай ілмекке саналмайды, петляға саналмайды, өйткені біз енді бастайын деп жатырмыз. Міне қараңыздар. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петля жасадым. 6 воздушный петля. Енді осының ең басындағы петляға кіргіземіз да, осылай кіргіземіз да, бұлай өткіземіз. Сол кезде бізде мынандай кольцо пайда болады. Және кольцоны бір воздушный петля тоқимыз осылай. Енді бұл жай көтеру үшін. Енді мына жіпті салбыратпай, бұлай қосып ұстап отырыңыздар, қосып бұлайнан. Енді осы жіпті айналдырып, біз 15 петля без накида. То есть 15 ілмек, ешқандай мынандай қосымша ілмексіз, қазақшасы ыңғайсыздау екен, сәл түсініксіздеу, орысша айта берейін, түсініп кетесіздер. Осылай өткіземіз да, осы екі жіптен бір рет өткіземіз осылай. Бұл, міне, мынау тұрған бір ілмек, осы мынау тұрған бірінші ілмек, ол бірінші болып саналады. Осындайдың общий 15-ін тоқуымыз керек. Бізде біреуі бар. 2, 3, 4, 5, астына кіргіземіз, іліп аламыз. Екеуден біреу шығарамыз. 6, 7, 8. Общий міне 15 петля тоқыдық. Енді ең бастапқы бірінші петлямыз бар ғой. Мынау просто көтерген бір воздушный петля. Біздің көтерген петлямыз міне тұр. Міне. Соған кіргіземіз да, екі мына нені жіпті байланыстырамыз былай. Еще раз көрсетейін. Міне былай кеп тұрмыз. Байланыстыруды көрсетейін. Мынау тұрған ең бастапқы бірінші петляға барамыз да, кіргіземіз да, іліп аламыз. Осы ілгенді тағы да мына жақтан шығарамыз. Сол кезде бұл деталь жабылады. Енді ары қарай 4 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4 тоқыдық. Енді біз 2 рет рабочий жіпті орап аламыз дағы. Дәл осы жаңағы кіргізген бірінші петлямызға тоқимыз. Шығарып аламыз. Бізде қазір ілмекте 3 жіп бар. 4 жіп бар. 1, 2, 3, 4. Соның алғашқы екеуінен өткіземіз. Біреу. Тағы да екеу қалды. Екеу. Пока бұны жаппаймыз. Тағы да осыны қайталаймыз. Дәл осы петляға қайтадан дәл осылай қайталаймыз. Сол кезде бізде 3 петля болды. Осыны жабамыз былай. Біз гүлдің несін жапырақтарын тоқып жатырық, лепестогын тоқып жатырық. Жапырақ, лепесток қалай қазақша? В общем, солай, короче, қазақшасын білмеймін дұрыс. Енді лепесток әлі біткен жоқ.
қайтадан 2 рет орап аламыз. Міне, бұны накид деп айтады. С двумя накидами 2 рет орап алдық, значит 2 накид. Келесі тұрған, мынау келесі тұрған петля бар, міне көрініп тұр ма? Міне тұрған. Біз мынаны жаңа тоқыдық, енді ана келесіге тоқимыз. Міне. Кіргіздік, шығардық. Былай бізде 4 петля болды. Соның екеуіне тоқимыз алғашқы, тағы да екеуіне тоқимыз. Бұл незавершенный столбик с двумя накидами деп айтады орыстар. Аяқталмаған. Мына детальді біз аяқтаған жоқпыз. Аяқтамаймыз. Тағы да дәл осыны осы тесікке тоқып қайталаймыз. Дәл осы петляға қайталаймыз. Міне. Бізде екі ұзын столбик пайда болды, және бұрынғы столбиктен қалған жіп бар. Осы үшеуін қосып бірақ тоқимыз. Міне, лепесток уже пайда болды, иә? Енді ең басында мына жерде 4 воздушный петля тоқыдық қой. Солай 4 воздушный петля тоқимыз осылай. Сосын келесі тұрған, мынау тұрған, міне, жаңа мынаған тоқыдық, енді келесі тоқыған петляға кіргіземіз да, былай кіргіземіз. Сосын осыны тағы былай шығарамыз. Міне, сол кезде бізде бір лепесток пайда болды. Біз осындайдың әлі 5-еуін тоқуымыз керек. Сол кезде бізде 6 лепесток болады. Кеттік ары қарай. Бір лепестокты аяқтадық. Келесі жерге дәл осыны қайталаймыз. Енді міне тұр. Бізде постоянно мына ілмекте бір жіп рабочий мынандай, бір жіп қалып тұру керек постоянно. Тағы да 4 воздушный тоқимыз. Тоқыдық. 2 рет іліп аламыз. Дәл осы жерге 2 ұзын бітпеген аяқталмаған столбик тоқимыз. Міне. Екеу. Общий үшеу болды. Осы үшеуді жауып тастаймыз. Дәл осылай тағы да қайталаймыз. Келесі столбикке міне. Көрініп тұр ғой. Біреуі бітпеген незавершенный. Екіншісі міне. Общий 3 жіп болды. 3 жіпті жауып тастаймыз. Және 1, 2, 3, 4. Лепестокты бекіту үшін келесі. Мынау емес, мынау келесі уже күтіп тұр ғой. Ашып осыған саламыз. Өткіземіз. Байланыстырамыз бір-біріне. Крючокты жіпті қатты тартып, былай кермеңіздер, бос ұстау керек. Сол кезде тоқылады, оп-оңай тоқылады. Міне, бізде уже 2 лепесток пайда болды. Қыздар, ары қарай осыны қайталай береміз. 4 воздушный тоқыдым. Енді 2 ілмек іліп аламда, осы ашық тұрған жаңағы петлямызға қайталап саламыз. 2-еуін тоқыдым. Міне, дәл осы жерге тағы столбик тоқимын. Міне 3 столбик болды, 3-еуін жауып тастаймын. Дәл осыны келесі петляда қайталаймыз. 3 болды, жаптым. Енді мына лепестокты бекітуіміз керек. 4 воздушный петля. Келесі, мынау тұрған. Міне, бүйтіп арасын ашып қараса, көрініп тұрады. Мынау емес, мынау уже келесі петляға бекітеміз. Міне. Сонда бізде уже 3 лепесток пайда болды. Көрдіңіздер ме? Уже жеңендеп әдемі болып келе жатыр. Қайталаймыз тағы да. Мінекей қыздар. Не? 6 лепесток менде пайда болды. Міне осындай гүл әдемі пайда болды. Енді жаңа келген жерімізден ары қарай жалғастырамыз. Бізде сабағы болу үшін, сабақ жасау үшін бүйтеміз, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Алысты. 40 воздушный петлядан. Осындай. Енді бұны аяқтаймыз, қараңыздар. Міне, біреуін өткіземіз да тартып қаламыз. Қаттырақ тартсаңыз, болады. Сосын былай қайшымен сәл тартқаннан кейін ұзындау болып осылай қиып алып тастаймыз. Міне, мынау рабочий итті алып тастаймыз. Мынаны бүйтіп тарту керек. Сосын төменнен емес, қатты сәл былайрақ қиюға болады. Мінекей, қыздар. Мінекей, мынандай сабағы бар, гүл шықты. Міне, артындағы мына салбыраған жіпті, бағанағы ең бастапқыдағы қалған жіпті былай қиып тастаймыз. Міне, мынау беті, мынау сабағы, мынау артқы жағы. Міне, тоқып, постоянно тоқитын болсаңыз, уже оң терісін ажырата алатын боласыз. Енді кітапқа салып көрейік. Мысалы, мен қай бетке келдім. Міне, мен мына 19 бетке келдім. 19 бетке былай жоғарысына саламын. Жіпті былай ұзыннан
тартамын. Бұл тоқылған нәрсе ешқашан сөгілмейді, жыртылмайды, ашылып шашылып қалмайды. Осылай смело соза беріңіздер. Міне жаптым, міне көрініп тұр. Тоқып көріңіздер. Ұнаса лайкпен пікір жазуды ұмытпаймыз қыздар, және комментарийға нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Всем пока.